үй кезегіне кімдер тұра алады? 2025 жылы 24 мамырдан бастап барлық атында соңғы 5 жылда үй тіркелмеген азаматтар, 18 жастан асқан азаматтар үй кезегіне тұра алады. Бұған дейін арнайы категорияға жатқан азаматтар, яғни көп балалы, тұл жетім, инвалид баланы асыраушы, немесе өзі бірінші топтағы инвалид, бюджетный работники, госслужбада жұмыс жасайтындар, неполная семья, және де военныйларда очередке тұра алатын еді. Енді сәйкесінше ипотекаға әрекет жасайтын адам, кім ертерек үй очередіне тұрған, солар сәйкесінше конкурстан ерте өтеді. Ол үй кезегіне қай сайттан тұра аламыз? Кезекте KZ сайтында шаңырақ сервисінен осы услуганы ЭЦП ключіңіз болса, кезекке өзіңіз-ақ тұра аласыздар. Оп-оңай подать заявку на очередь дейсіз. Сонымен ЭЦП ключіңіз арқылы өз бағдарламаңызды өзіңіздің тұратын статусыңызға қарай белгілеп, ЭЦП ключіңізді бен қол қойып заявка жібересіз. 15 жұмыс күн ішінде сізге ответ SMS түрінде келеді.